Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін тағы да мінекей ауызашар уақытында халықпен қабаттасып жатпайық деп мінекей тікелей эфирді ертерек қойдық. Бүгінгі менің тікелей эфирімнің қонағы онлайн студиямның айтыскер ақын, қазақтың сүйікті баласы Жандарбек Бұлғақов. Мінекей Жандарбек бауырым жіберді, қабылдап жіберейік. Қосылу процесс жүріп жатыр. Ассалаумағалейкум. Қалың қалай бауырым? Күн ыстық қой деймін, кондиционер қосып отыр, е? Өшіріп қойдым кондиционерді, енді түсіп жатыр. Енді халыққа айтайын, бүгін Жандарбек ұлдарыңыздың туған күні. Құтты болсын. Көп жаса. Рахмет. Еткен еңбегіңе бір күнде туып қаппыз бәкеңді. Бәкеңе бөлек айтамыз енді құттықтауды. Жандарбек бауырым, мұнан сұрайыншы, қызық қой енді. Ақын Жандарбек Бұлғақов туған күнін қалай қарсы алды? Сағат 12-де жұбайың, атанаң happy birthday деп бөлмеге тортпен шырақ жағып алып келді ме, әлде қалай болды? Былтыр осы туған күнім өнер түріне сәйкес келіп қалды да. Эстрада бағытындағы шоу-бизнестің бел ортасында жүрген адамдар бірге атап өту тура келді. Сол кезде өмірімде бірінші рет жаңа свечаны үрлеп көрдім сол кезде. Оған дейін әулеттің өлтісінде не екенін білмеймін, әйтеуір бала күнімде үйге неше түрлі мерекелер болып жатты ғой. Айтыскер ақындар келіп жатты, үйтіп жатты, бүйтіп жатты. Бірақ бала күнімде осы торт әкеліп, соны бір айту деңгейде біздің үйде үлкендер туған күн атамапты, неге екенін білмедім. Әкем әлі күнге бұрынғының адамдар деп қоямыз, әйтеуір, бірақ өзі тарихта да өзі білмеймін, Қаланбайдың күнінде Бөгенбай торт апарыпты, Сүйінбайдың туған күнінде деректер жоқ қой. Жақсы. Жалпы мына нәрсені сұрайыншы. Туған күн деген, бүгін сенің туған күнің. Ой пәлей. Туған күн сен үшін не? Мысалы, мен үшін туған күн қуанайын десем, бір жылым өтіп кетті, мен ажалға жақындап бара жатырмын. Қуанбайын десем, бір жыл аман есен жасадым туыс туғанның арасында. Мен не істеуім керек? Әлгі баяғыда Қонаев атамыздың айтысы болған кезде Жүрсін ағамыздың туған күні қатар келіп қалды. Сол кезде ақындардың барлығы сахнада Жүрсін ағаны өлеңмен құттықтап кетті де, кішкене тақырыптан алыстап кетті. Соны Жүрсін ағамыз келесі жұтты хабарламас бұрын, ақындар бұл Қонаев атамыздың туған күні, мені туған күнімен құттықтамаңдар деп ақындарға тыйым салды. Сонда Қайнар Алагөз бауырымыздың сахнаға шығып айтқаны ғой. Жүрсінді айтпау керек, ақын болса, басында ақындардың ақыл болса, туған күнға қуаныш па, ажалға тағы бір жас жақындаса деп. Сол кезде енді жалпы негізгі қуаныш осы жасқа аман есен жеткенде, отбасының қасында бала шағамен одан кейін бір жауапкершілікті сезіну, жасың ұлғайған сайын бұрынғы еркелікпен, бұрынғы олқы қателіктерге де бір жауап бересің. Аман есен жеткенде болмайсаң, уақыттың зымырап өтіп жатқанына мұңаясың. Жақсы. Негізгі мәселеге ойсайық енді, Жандарбек. Аристотельдің сөзін білесіз ғой, Платон менің досым, бірақ ақиқат одан гөрі қымбатырақ дейді. Сондықтан біраз дүние айтайық деп тұрмын бүгін. Өйткені естіліп тұр ғой. Иә, естіліп тұр. Өйткені ақындармен сөйлессе бүкіл сұхбатты қараймын, сен енді айтыс туралы. Бірақ сен қоғамның өкілісің, елдің сөзін сөйлеп жүрсің, саясатты, экономиканы, жоқшылықты, баршылықты бәрін айтып жүрсің, сондықтан бәрін сұрайық бүгін барынша. Кеттік. Жалпы алғашқы сұрақ былай болады, бүгінгі бір мәселені қозғамас бұрын. Біздің екеуміздің алдымыздағы аға буын бар ғой. Солардың біздің алдымызда қандай айыбы бар? Біздің алдымыздағы аға буынның айыбы енді нақты бір ортаға жіліктеп айту керек шығар оның әрекеті. Саясаттағысы бір бөлек, мәдениетте жүрген бір бөлек, спортта жүрген бір бөлек, жалпылама бәріне айта алмаймыз. Мәселен, қазір көп жастар өзің білесің, біздің тәуелсіздіктен кейінгі туған құрдастарымыз амалсыздан деп айтайықшы, өзіне лайық емес жүкті көтеріп жүрді. Өзіне лайық емес жүкті көтеріп жүргендер бар. Неге десеңіз, мысалы 60-тағы, 70-тегі бір ақыл тұтатқан кісілердің айтатын өнегесін амалдың жоғынан
30-40 жастағы адамдар ерте айтып кеткен сияқты да. Оны неге айтып кетті деген кезде, оны айту барысында да ол өйткені жас бір тәжірибе бар. Мәселен, мешітке жұма қазір Рамазан байланыстырып айтайыншы. Имамдарымыздың көбі жас. Мәселен, ол жас болғаннан кейін өзінің эмоциясына салып мүмкін, өмірлік тәжірибені жаңағы адамның көңілінен аяулы нәрсе жоқ қой, былай есеп қарасаңыз. Біреудің көңіліне тиетін сөзді өлшеп айтуға байланысты осы нәрселерде кішкене олқылықтар бар сияқты. 60-70-тегі адамдарға есептесең, тойдың бел ортасында жүрсің ғой, қалай құрметті төрлерде жүрсің, өсиет пен өсектің арасын ажыратамын, қот пен батаның арасын ақсақалдар ортаға шыққан кезде кішкене қиналып қаласың сол жерде. Соны амал жоқ, әлгі кісінің айту керек болған сөзін ешкім айтпай кетейін деп тұр да жаңа. Сол кезде кейде тойда осы өмірде бір алған тәжірибеңді, я болмаса бір отбасылардан үлгі өнегеңді айтуға тура келеді. Мен өткенде бір пост қылып жаздым. Маған деген ортада бір барсам, телесұхбаттарға барсам, сұрақтың біреуінде бала тәрбиесі сұрақ деген маған. Мен айтамын, мен жасым бүгін 29-ға келіп, ұлымды ұяға, қызым ұяға қондырып отқан адам. Мен бар болған айтсам, осы қара домбыраны алғаннан бері Алаштың жақсы дәмдес сол отбасында көрген жақсы нәрсе болса, соны бір пост қылып жазам, я болмаса ал айтып жатқан дүниемнің барлығы мен тәжірибемнен асырып жатқан деген дүние емес ол. Өзім көрген, өзім бір үлгені, шіркін менің де отбасым осындай болса екен деген дүниелерді ғана айтамын ғой. Мәдениеттегі ағалардың қандай айыбы бар? Мәдениеттегі ағалардың енді мен айтыстың бел ортасынан алып айтайын сізге. Бізде осыдан біраз уақыт бұрын Каз айтыс деген сайт болды. Сол кезде ақынға сұрақ айдары болған. Сонда бір кісі мынандай сұрақ қойыпты да, бір ақынға. Бауырым, мен үлкен бір апамыз екен, 40 жылдан астан бері осы мәдениет саласында жұмыс жасадым дейді. Облысқа келген түрлі мәдениет өкілдерін күтіп алумен, шығарып салумен айналыстым. Есімде осы айтыскер ақындар ауылымызға қонақ болып келген кезде арақтан арақ қалмайтын дейді. Арақтан арақ қалмайтын, неше түрлі жаңа қонақ үйге қыздар тасып біз шаршатып жіберетін. Бірақ ертесі күні сол ақындар айтыс сахнасына шыққан кезде, ал енді мен бісміллә деп сөз бастайын, қазақтарының абырой-ай деген кезде мен залды көрмей ұялып шығып кететінмін. Сен шыныңды айтшы, ақындар әлі күнге дейін сондай ма? Әлде түзелді ма? Мен енді қияға шықтым, қалай деп жатыр ғой енді. Мәселен, осындай мына кадрдың ішіндегі образымен енді телеарнаның бел ортасында жүріп жақсы білесіздер. Сол екі образда өтіру бір сөзін айтады. Мынау даусың әлсін жоғалып кетіп жатыр. Бәрі жақсы ма байланыс? Жақсы естіліп тұр ма? Мен сізді жақсы естіп тұрмын. Бір сөзің жоғалып жатыр. Жақсы. Қазір үшеуді қойды ма ақындар? Басын бөлігі қойды ғой. Бар ғой шетіңдер? Бар. Бұл өнерге қастандық қой. Өнерге қастандық болған кезде адам өзінің жүрегінде бар нәрсені айтып көріп қой, Нареке. Егер сіздің жүрегіңізде жоқ болса, мәселен, жастардың мәселе өзің жаңағы шеккенің наша, ішкенің арақ, барғаның қызғырқын, сондай болса сен ұлттық мәселені, рухани жаңғыруды қай бетіңмен жырлайсың? Мен осыған қарным ашады да, кейде мәселен сұрақ қояды, сен неге ана мәселені айтпайсың? Сен көріп тұрып неге ол мәселені айтпайсың дейді. Мен айтамын, ол мәселе менің өзімнің бойымда проблема болып тұр қазір. Мен оны қалай айтамын елге? Ол ұят қой. Жарайды, мен осы нәрсені бетін тіліп айтуым мүмкін. Ал ақша берсең бір жұмысқа бір қол қойып жіберетін менің де туыстарым бар, кішігірім қызметте болды. Оны мен қалай енді сынаймын? Ол деген адамның кез келген отбасында бар. Немесе әлгі бір тәмсіл бар ғой. Бір кісі баласын үлкен елге ақыл айтып отырған, әрбір мәселе дүниенің нүктесін қойып отырған кісіге баласын алып барыпты дейді. Тәттіні көп жерде тіс қалмады. Бір ауыз насихатымды айттым. Жақсы айтайын, 40 күн дейді. Соны жақсы деп баласын 40 күн күтіп, 40 күннен кейін жетектеп алып барса, әлгі кісі баланың басына тұтап тұрып айналайын-ай, сен тәттіні көп жеме, жарай ма деп айтты дейді. Әлгі кісі ашуланған ғой, сіз 40 күн күттірмей-ақ соны сол кезде айта салсаңыз болады ғой. Біз жер салған жерден ат шаптырып кеттік. Неге 40 күн бұрын айта салмадыңыз? 40 күн бұрын өзім де тәтті жаман жейді.
Жақсы. Дауыс дұрыс болып тұр ма? Көріп жүрші, кішкене дауысың бір жоғалып тұр, Жандарбек. Мен сізді анық естіп отырмын, Нареке, бірақ өзім дауысым... Сені бір дауысың кейде жоғалып кетіп жатыр. Жақсы. Саясаттағы ағалардың қандай айыбы бар біздің алдымызда? Енді ол айтыста әбден ығыры болған дүние үшін, енді ол жерде тіл мәселесіне де қатысты айтатын дүниелеріміз көп. Әлгі Серікзат ағамыздың бір айтысты бастаған кезде айтқан шумағы бар еді. Тіл жайлы айта жалыққанбыз, ұяламыз халыққа. Негізі айтыста өзің білесің, өлеңнің соңғы түйінін естігенше халық күліп ұялып қол соқпайды ғой. Өлеңнің алғашқы екі болған кезде зал күлді. Жақсы. Осыны енді халықтың күлгеніне қарағанда, сол саясатта жүрген кісілердің біразы тілді әбден бір бауырын мәселе қылып жіберген. Нәтиже деп ойлаймын енді. Телефон сәл бұрасың ба кішкене? Даусың сәл жоғалып кетіп жатыр. Наушник жоқ па еді? Наушник жоқ. Жақсы. Кет. Саясат сұрап отқан себебім. Бүгін Facebook постын оқып отқан шығарсың, енді ел шулап жатқан. Елге белгілі, елдің қамын жеп жүр деген екі азамат. Марғұлан Сейсенбай, Мұхтар Тайжан. Бүгін көрген жағы. Марғұлан Сейсенбай пост жазды, скриншот жазды. Мұхтар Тайжанға ашхат жазды, сен менен $237,100 алдың, кейін қайтармадың, осындай. Мұхтар Тайжан керісінше оған айтты, жоқ, сенікі дұрыс емес, басқа, мен сотқа берем, қажет болса сотпен жеңіп алам деді. Елдің арқа сүйеп отқан азаматтары ортасында халық шошып қалды. Мен кімге сенем? Сеніп жүргенім осылар болса, Рамазан айында бір-бірімен қырқысып жатыр, скриншот салып, бір-бірінің артын ашып. Бұл ұят емес пе? Біз бұндай ағаларға арқа сүйе аламыз ба, жоқ па? Мен біріншіден осы Фейсбуктан саналы түрде бас тартқан адаммын. Инстаграмда да бар. Инстаграмда бармын. Өйткені әлеуметтік желі деген баяғы абай айтпақшы көрінген кететін бір сарып дегендей болып тұр ғой. Мен өткенде ғана анау Ринат Зайытов ағамызға кері жауап беріпті бір кісілер. Итке қатысты бір өлең. Мен телефонға шықсам, ит туралы естідің ба, оқыдың ба деп сұрай береді. Не нәрсе ол ит туралы деп түсінбеймін мен оны. Кейін Ринаттың да өлеңін тыңдадым. Бұл енді пендешіліктің деңгейіне түсіп кеткен. Мен жаңағы кісінің екісінің арасындағы диспуттың не екенін білмеймін. Білмей жатып баға бермей қоямын. Дұрыс па осылай ағалардың өзара жаға жыртысқаны ел алдында? Енді жаға жыртысқан деген аға емес, ініге де жараспайтын тірлік қой. Егер ол мәселені, кез келген мәселені қазір 21-ші ғасыр ұялы телефон бар, звондап шешіп алып, жолып шешіп алса да болады деп ойлаймын мен енді. Жеке отбасындағы мәселені, немесе екі адамның арасындағы мәселені үлкен дау-дамай қылудың қажеті жоқ. Бесе кезінде Алаш арыстарының бойында да бір-біріне келіспеушілік болды, өзіңіз білесіз. Бірақ ұлтқа ұлттық идеологияны жүргізуге келген кезде белгілі бір деңгейде бір капризін көтере алмаса да бір дастарханның басында отыру керек болды. Бір жерде бір пікірде болу керек болды. Бәлкім ойлаймын, ішкі амбиция ұлттық мүддеге келгенде кейде керек шығар. Жақсы. Тағы бір ұлтжанды азамат Арман Төлегенұлы Шораев, білесің. Өткенде төтенше жағдай кезінде жалған ақпарат таратты деп айып тағылды. Бір күн уақытша ұстау изоляторында отырып шықты, бір түнеп шықты. Бүгін мінекей ол кісіге қатысты қозғалған қылмыстық істің тоқталғаны ресми түрде жария болды. Бірақ дәл сол кезде Арман Шораевтың, одан бөлек қоғам белсендісі Әлнұр Ілияшев деген азаматтар солардың ұсталуын, астында саясаттың астары бар, біздің елде ақиқат айтқандарды ұнатпайды екен деген пікір айтылды. Өте көп, оны саясаткерлер де жазды. Жалпы Қазақстанда әлі күнге дейін ақиқатын айтқан азаматты қудалау бар ма, жоқ па? Белгілі бір деңгейде бар. Белгілі бір деңгейде бар сияқты. Мәселен, егер мен ойлаймын, Арман Шораев ол кісіні мен жалпы көріп бір дәмдес болып, дидарыс болған адам емес, бірақ мынау ұлттық спортты көтеруде орасан зор деп білемін. Өнер барысы жобасы болды ғой, Нареке. Осы өнер адамдары. Сол кезде осы Балғынбек ағаларымыз мұрындық болып бастады. Мен ойлап едім, қалай болады екен, Арекеңнің жобасы болған кейін, бәлкім бір пендешілік әңгіме бола ма екен деп барған кезде, Арман Шораев ағамыздың, жоқ, бұл менің атамнан қалған мұра емес. Неге сендер де көтермейсіңдер? Тіпті менің сол жерге қызмет шығып жазып қойыңдар, мен барып сол жерге көмектесейін сендер деп айтқанда, үлкен бір азаматтық деп білемін. Жеке проектісіне келген кезде қызыл кеңірдек болып, автор болып жүргендер көп жаңа сіз айтыңызшы. Билімді көшіріп алып, киноның сценарийі кетіп қалды деген сияқты.
Естіліп тұр ма дауысым Ареке? Сәл жоғалып тұр, жақсы. Жақынырақ отыр. Аха. Сондай азаматтығына құлап ол кісіні жақсы көрдім, жақсы көріп қалдым. Енді бұл кісіні жақсы көріп қалғандықтан айтып отырған пікірім емес. Егер бір адам жалған пікір таратқаны үшін жауапты болатын болса, заң алдында, тәуелсіздік алған жылдан бері қарай биліктің әр тарапынан айтылған жалған сөздерге де бір адам жауапты болу керек қой. Халық біледі ғой енді. Кім жауапты? Қандай органдар бар, заң саласында, ішкі істер саласында, денсаулық саласында қандай өкілдіктер болды, соның бәріне бір адам жауап беру керек қой. Ақыры біз жалған айтқандарды үстінен іс қозғайтын болса, қандай органның тарапынан өтірік шықты, сол органның бірінші адам жауап деп ойлаймын өзім. Жақсы. Мына нәрсе, айтысқа бір ауық соғып кетейік осы жерде. Ринат Зайытовтың сұхбатта айтқаны бар еді. 1980 жылдарда болмаған цензура бүгінгі айтыста бар деді. Ол енді әуелден айтып жүрген пікірі. Одан бөлек енді айтыстарды мен өте жақсы көремін айтысты. Айтыстың фанатымын, өздерін ерекше сыйлаймын. Болатбектің айтқаны бар айтыста. Сөз бостандығының бұл күні соқыр шегі жарылған деді. 2. Одан бөлек Мейірбек Сұлтанхан бауырымның шындық іздеп табудан бұл қоғамда Шыңғысханның моласын тапқан оңай дегені бар. Енді қоғамдық мәселені айтты ғой. Айтыстың алдында сендерге кіріп қазір билік партиясы жасап жатыр. Жандарбек, мына мәселені қозғамайсың. Ринат, сен мынаны айтпайсың. Айбек, сен былай қыласың деп тапсырма беретін кезі бар ма? Тапсырма беретін кезі, мынау билік партиясы қазір қолға алды ғой енді айтысты. Отан қолға алғаннан кейін саясатта белгілі бір тұлғалардың атын атамай ақ қойсыңдар деген өтініштер болады. Бұл бірінші мәселе. Екіншіден, мен айтыстан осы билік партиясы қолға алғаннан бері ішкі саясатына көп араласып жүрген жоқпын. Ареке, оны өзіңіз білесіз. Ішкі жиындарында да көп болып жүрген жоқпын. Дәл қазір қандай үгіт насихат мен айта алмаймын. Бірақ соңғы айтысында Сәкен Сейфуллиннің 125 жылға болған айтыста елдегі жағдайларға байланысты халық мына мәселені түсінбей жатыр, ана мәселені түсінбей жатыр деп бір үгіт насихат жүргізген билік партиясының адамдары келіп. Бірақ біз айтысқа шыққан кезде ол жерде қамтылмаған тақырып болған жоқ. Қазір ютубта монтаждалмаған нұсқасы да тұр. Президент пен елбасының ауысқандығына байланысты, екі сиырға қатысты ақындар енді тілі жеткен жерге дейін айтты, бірақ сол сөзді айтасың деп бір адамға ондай қақпайлау болған жоқ. Қайта басқа жүлделерін біз алып қайттық. Қарағанда айтыстар әртүрлі сияқты. Енді маған қазір соңғы жиналыстарына қатысу керек, одан бір керек шығар болған. Жақсы. Жандарбек, не проблема болып жатыр? Сәл даусың жоғалып келіп жатыр, бар ғой, не болып жатыр? Білмеймін. Мен отырмын, арнайы Wi-Fi. Естілді ғой, иә? Жақсы. Жаңа айтып отқан айтысыңа дидарымен шығатын айтыс емес пе, иә бір? Иә. Анау кабинада 2 адам отырғанмен самолетті бір адам басқарып тұр деп. Иә. Арты не болды оның? Еш нәрсе болған жоқ, сол айтыстың бас бәйгесін алдым ғой менен. Енді егер айтыста жаңағындай ананы айтпа, мынаны айтпа десе, жаңағы сөз ұшырып жіберуге әбден жеткен сөз деп ойлаймын. Жаңағы дидардың да сөз оңай болған жоқ қой. Заказ беріп адамды алып тастау сендер жақтан келеді деген сияқты кәдімгі емін-еркін ашық түрде айтатын әңгімелерге билік партиясының өкілдерінің барлығы қатысып отырды. Неге сендер ондай нәрсе айтасыңдар деген нәрсе енді басқа айтыстарда бар болса бар шығар. Мен 3-4 жылдан кейін келген айтысым сол болды да, сол айтыста маған менің тақырыбымды ешқандай бір шектеу айтылған жоқ. Бұл бізде сөз бостандығының түгелдей рұқсат берілгендігінің белгісі ме, әлде бұның астарында да біз білмейтін бір нәрсе болуы мүмкін бе? Түгелдей сөз бостандығы ешқашан болмайды ғой, Ареке. Ешқашан болмайды деп ойлаймын. Өйткені әлгі Ленин толық демократия бар жерде тәуелсіздік бар жерде толық демократия жоқ демекші, ол ешқашан болмайды деп ойлаймын. Жақсы. Пессимист екенсің ғой, Жәке? Жақсы. Бер қарап отырып сөйлесең күшті естіледі екен. Осылай отырсаң сәл естіліп тұр ма? Естілді ма? Сәл, бар, жақсы. Сәл асық сөйлесең, телефон көтере алмай жатыр ма, ақынның сөзін білмеймін. Қара, Харс Йенсен деген неміс физигі болған. 1963 жылы физика саласына Нобель сыйлығын алған. Өте мықты азамат, физика саласында көбісі есептеседі, санаса дол азамат. Пен сол кісінің саясат туралы айтқан мынадай бір пікірі бар. Мен цитатасын оқып берейінші саған. Былай: ғалымдар, инженерлер, дәрігерлер және ақыл-ой қызметкерлері елден кетсе,
халықтың сәулесі интеллигенцияда кетеді. Сосын мұндай мемлекеттің басшылары бизнесмендер болады, саясаткерлер, жолбикелер мен көшеден келгендер болады. Ал парламент депутаттары базар спекулянттары мен спортшылар, әртістер болады дейді. Бізде мұндай көрініс бар ма? Бар деп ойлаймын. Өйткені бар ғой енді қазір саясатқа араласып отқан спорт өкілдері де, мәдениет өкілдері де бар ғой. Бірақ олар өздерінің саласындағы спортты көтеруге баратын шығар. Спорттан сайланған адам, спорттың мәселесінде, мәдениеттің өкілі ретінде болған адам мәдениеттің тақырыбын көтеруге баратын шығар. Жақсы. Мына нәрсені айтшы онда. Жаңа айтып тұр, ғалымда инженерлер елден кетсе дейді. Ақылдың көші деген дүние бар. Соңғы кезде Қазақстаннан ақылды азаматтар, жастар көптеп кетіп жатыр деген пікір бар. Мен саған нақты дәлелін айтайын. 2019 жылы шыққан Forbes-та шыққан ақпарат, соңғы 7 жылда Қазақстаннан 300 мың адам кеткен. Бұл ненің көрсеткіші? Неге өкпелеп кетіп жатыр? Сіз бен біздің замандас? Әрқайсының жеке-жеке проблемасы бар шығар енді. Білімді адамдардың кейде Бауыржан Оспанов деген кәсіпкер ағамыздың айтқаны бар еді. Мен адамды қызметке алатын кезде мектептегі сапасына бәріне қараймын дейді. Өйткені неге? Білімді мен бағаламасам да басқа біреу бағалайды дейді. Мен сізге 50 мың теңге берсем, сіздің білімің шынымен мойындататын білімді 100 мың теңге беретін адам табылады дейді. Бәлкім бізде бағалайтын адамдар табылмай жатқан шығар. Демек, білімді, білікті кадрларды біздің елде олар бағаланбай қалып жатыр ғой. Белгілі бір тобы бағаланбай қалып жатқан шығар. Өйткені арқадағы жайлы болса, аңғарауып несі бар. Егер барлық жағдайы жасалып тұрса, ғалымдардың енді шыны керек жағдайының қандай екенін білеміз ғой әрекетсіз. Ғалым деген қоғамда абыройлы адам емес. Мектептегі қазір балаларға сауалнама жүргізіп, ғалым болам деген бір адам шықпайды оның ішінен. Өйткені ғалымның не екенін де білмейді, ғалымның әлеуметтік жағдайының өте төмен екенін ғана біледі. Автобуспен жүреді, сандалған костюм шалбарлар жүреді деген сияқты. Оларға эфирдің уақыты бермейді. Осындай проблемалар болғаннан кейін ғалым бір белгілі бір өндірісті дамытқан деген некен саяқ деп ойлаймын. Көшеге шықсақ та өндіріс зауыттарынан осы мынау сол жағына қарай отырып сөйлесең жақсы естіледі екен. Солға қарай. Былай қарай келесің. Жақсы. Дәл солай. Жақсы. Ғалымдар кетіп жатыр. Оның ішінде ақылды милар, жастар да кетіп жатыр дейміз. Патриоттық қайда сонда? Патриотизм қайда? Енді санам тұрмыс билеп тұр ғой. Санам тұрмыс билейді. Әлгі елім дейтін ел болмаса, елім дейтін ел болмайды деген сияқты, ол сен патриот болдың екен деген бала шағын немен асырайсың? Біз әр нәрсеге реаліне қарайықшы мысалы. Иә, мен осыдан бірнеше жыл бұрын бір журналистке сұхбат бергенімде, иә, кетсе кете берсін деп кезінде болды. Өйткені неге десеңіз, Қазақстанда белгілі бір деңгейде жағдай болып отыр. Қазір бір тәуелсіз заманда өмір сүріп отырған кезде, бір аз сынақтарға көз алмай кетіп жатқан өспірімдер, жастар ертең елдің басына күн түсіп қаншалықты осы елге болады екен деген нәрсе бар бұл жерде. Өйткені енді иә, бар, иә, осындай бір жасайын десең, оны қайта-қайта тоздыратын қағидаттар деген сияқты әрбір тосқауылдар бар ғой. Бірақ осыған бола отанды ауыстырып кетсең, ертең елге жұмыс жатқанда олар қаншалықты осы елдің мүддесін қорғайды екен дегенде сұрақ болады. Жақсы. Бірақ жаңағы өз еліңде, өзге елде сұлтан болса, өз еліңде отан бол деген, өз еліңде әбден қор болып өмір сүр дегенді де білдірмейді. Бізде бір нәрсе айта қойсаң, осы мақалды алға тартамыз, өз еліңде отан бол деген концепт өткізу керек. Мәселен, сабыр мен сорлылықтың арасын ажыратып алу керек сияқты. Жақсы. Енді олар шетелге кеткісі келіп тұрған адамдар ел басына күн туса қаншалықты елді қорғайды деп айтып қалдым. Оларға лайықты жағдай жасай алмай отырған мемлекеттің айыбы басымырақ емес пе бұл жерде? Бар ғой енді, екі тараптан да бар ғой. Бар. Жақсы. Өйткені бәрібір қолдау керек деп ойлаймын. Қолдау болмағаннан кейін кетеді ғой. Жақсы. Мына туға қарай отырып сөйлесең әдемі естіледі. Туға қарай. Осылай, осылай. Кейін жалпы мына кетіп біз енді мынау эфирлерде, жаңалықтарда айтқан кезде перзентханадағы көрсеткішті ғана айтамыз ғой енді. Осынша бала туып жатыр, осынша бала шығып жатыр перзентханадан деп. Бірақ шекарадан шығып кетіп жатқандарды айта бермейміз да. Бірақ кетіп жатқандардың барлығы
білімді азаматтар, өте керемет азаматтар, осы Қазақстаннан әбден қорлық көріп кетіп қалған азаматтар дегенге мен келіспеймін. Өйткені қара жұмыс іздеп те Кореяға кетіп қалған азаматтар бар. Мен жаңа тікелей өзімде сұхбаттасып отырамын. Ол қара жұмысты мына жақта да жасап, сондықтан тек қана Google-дың офисінде жұмыс жасайтын азаматтар кетіп жатыр дегенге мен келіспеймін. Енді аласы бар, құласы бар, әртүрлі азаматтар кетіп жатыр ғой. Жақсы. Қазақты кедейліктен құтқаратын демократия деген пікір бар. Демократия деген не сен үшін? Сөздің бостандығы шығар енді, жаңа өзіңіз айтып. Біздің елде бар ма? Белгілі бір деңгейде ғана. Толық орнатылады. Не немесе кім кедергі? Енді оны мен нақтысын білмедім. Өйткені егер сіз айтып отырғандай толық дүниелер болса, жаңағы адамдар шетелге кетпес еді, ол сол жерде мәселені шешіп айтып кететін еді. Ол неге айта алмайды? Өйткені жаңағы көп жағдайдан қысылады, басқа бір туысқандарына зияным тиіп кетеді деген дүниелер бар. Егер толық еркіндік болса, жаңа жоғарыда атап өткен азаматтардың барлығы белгілі бір деңгейде қыстақ көрмейтін еді деп ойлаймын. Бірақ енді демократия дегеніміз білгенін істеп, айтқаныңды орындап, көрінген жағдайда талапты орындап беруіміз ғой. Оның да бір белгілі бір деңгейде норматив болу керек деп ойлаймын. Жақсы. Норматив болу керек. Нормативті реттейтін заң. Бізде бейбіт шерулер туралы заң қазір Сенатта жатыр, мәжілістен өтті. Ол жерде жаңағы митингке шығам десең, бейбіт шеруге жергілікті әкімдіктерден рұқсат алмайсың, жай ғана ескертесің деген мәселе бар. Адам саны 250-мен шектелу керек деген, президент оны алып тастау керек деді. Тіпті 18 жасқа толмағандар да қатысуы мүмкін деген мәселе қаралып жатыр. Одан бөлек бейбіт шеруге шығам деген азаматтарға қаланың ортасынан орын беру керек деген мәселелер айтылып жатыр. Жалпы біздің халық бейбіт шеруге шығуға дайын ба? Білмедім оны. Сеніңше? Мәселен, халықтың ішінде көкейіндегі нәрсені сен білмесең? Мәселен мынандай ғой. Әлгі Троцкийдің киносында бар ғой. Билік пен халықтың арасында қалай от жағамыз деп ақылдасып отырады. Сонда не істейміз дегенде жандай шарттар келіп айтады да, біздің адамдарды халықтың ішіне кіргізіп қоямыз дейді. Болды, бар болған сол, біздің адамдар бар, солар билік тарапынан әңгіме айтады деді, сонымен наразылық туады деді. Біз халық деген кезде бұның ішіне жаңа арам пиғылды адамдарды қоспай сөйлегеніміз дұрыс та. Өйткені, заңды талап етіп, арнайы көзі ашық көре қояу азаматтар өзінің құқығын қорғай алатын деңгейде болса, ол әдемі деп ойлаймын. Барлық жүйелі түрде болса, басқа шақырып, заңның аясынан шықпай белгілі қылатындай болса, ал жаңағы жас ерекшелігі шектелмейді, бұзылған балаларды араласып кетуі, ол соңында үлкен басбұзарлыққа әкеліп, шешеміз деп отырған мәселенің не екенін ұмытпасақ қой. Өйткені ол екінші проблема мүмкін да. Бірақ заң қабылданса, анау арандататындар болмаса, қазақ халқы дайын дейсің ғой бейбіт шеруге? Дайын деп ойлаймын. Жақсы. Арандататындар демекші, бір айтыста осымен шатыспаса, анау шетте жүрген бір азамат айттың ғой сен пікіріңе, иә? Айтыста. Европада жатып біраз мәселе көтеріп жүрген. Оны білмеймін, айттым, айтпадым, көп нәрсе айтылды ғой айтыста енді. Жақсы. Нақты бір шумақ болмайды. Жақсы. Шеттен келіп арандататындарды халықтың ішіне қоспайық дедім. Бірақ ел, халық кейде солардың пікіріне ілесіп, тіпті соларды елдің басшылығына әкелу керек деген комментарийлер жазады, білесің. Неге? Ол дұрыс емес деп сен айтып отырсың. Неге халық сенеді оларға? Енді сенетін адам болмағаннан кейін сенетін жоқ. Біздің елде сенетін адам жоқ па? Енді ананың сөзі өтімді болып тұр ғой. Ол 24 сағат үгіт насихат жүргізіп жатса, мәселен, енді оларға сенетін адамдарды, жалпы соларды басшылық деңгейге көтеру керек деген адамдарды енді білмеймін, енді олармен былай әңгімелесудің де қаншалықты маңызды екенін түсінбеймін. Қазіргі басшылықпен жылап көрісіп қалатын жағдай туып қалмаса екен деп ойлайсың да. Өйткені неге? Айдалада отырып, сенің еліңе, сенің жеріңе кім сенеді енді? Сендер 30 мың адам бар, әуелде қоршаланыңдар, мен сол кезде ғана келем деген адам жанашыр адамның сөзі ме? Былай қарасаң, ақыл тарасына салу керек, бұл жерде керемет саясатта қажетсіздік деп ойлаймын мен. Жақсы. Митинг туралы айттық қой жаңағы енді. Цитата. Жандарбек Бұлғақов
мына 3 мәселе бойынша қозғалса, елмен бірге бейбіт шеруге шығады. Кеттік. Бейбіт шеруге, заңды бейбіт шеруге, заң жүзіндегі еш нәрсе заңға қайшы емес. мемлекет тарапынан рұқсат белгілі бір деңгейде болу керек. Берілген рұқсат берілген, тек сен қандай жағдайларда елмен бірге бейбіт шеруге шығар едің? Қандай тақырыптар? Тақырыптарға қатысты ма? Иә, қандай тақырыптар бойынша сен халықпен бірге шығар едің? Мәселен, жаңағы бір жыныстыларды бекітуге қатысты, егер осыған билік тарапы нақты білексіз анық көшетін болса, мен оған наразылығымды білдіретін едім. Жақсы, бір. Екінші, қандай тілге қатысты шығар енді, қазақ тілінің абырой беделіне қатысты. Одан кейін тағы не бар? Проблеманың көптігінен қайсың бірінші орынға қоятын білмей тұрмын қазір. Мен ойладым, проблеманың жоқтығынан қиналып отыр ма деп. Жоқ. Қазір ең өзектілерін ғана айту керек болып тұр ғой. Ең негізгісі осы екеуі шығар, Нареке. Есіме түскенін айта жатар. Жақсы, түсіндім. Проблеманың көптігінен деп қалдым ғой, енді білесің, өткен былтырғы жылы өте әлеуметтік тұрғыда біздің елге қиын жағдай болды. Аналар алаңға шықты. Үлкен мәселелер қозғалды, балалар жылап жатты, естідік. Биыл енді мінекей карантин, коронавируспен басталды. 42.500 теңгеден дейін беріліп жатыр. Осыған қатыстыра дау көп, мен сенесіз. 42.500 теңге бұл Қазақстан Республикасына ең төменгі жалақы. Енді мына нәрсені сұрайыншы. Бұған көңілің тола ма? Осы беріліп жатқан ақшаға. Осыған шүкір қылу керек па, жоқ әлде көп талап ету керек па? Біріншіден бізге ақшаны берместен осыны қалай береміз деген мәселені шешу керек. Өйткені проблема ақшада емес, берілуде болып жатыр. Үлкен дау-дамайдың барлығы соған болды. Өзі беретін ақшаң 42.500, оның 1600 ба 2000 бірінші төлейсіз. Енді халыққа беретін кезде проблемасы көбейіп кетті да. Қайтарыңдар деді, беріңдер деді. 30 күн тосамыз, миды аштырып кетті шыны керек. Мен қарапайым халықтың. Сондықтан билік партиясының тарапынан да қазір 20 теңгелік жеңілдіктер беріп жатыр екен, халыққа көмек беріп жатыр екен. Менің ойымда неге осы бір жүйесін бір алдымен халыққа келтіріп алмасқа? Жақсы. Мәселен, біздің телефонда қарыз болса, 2000 теңге қарыз болса, телефоныңа 5000 теңге салсаң, 3000 теңге салсаң, бірінші соның 2000 теңгесін алып алады, жүйелі түрде. Бұл жерде нақты жүйе бар. Банкте кредитің болса, жалақың 2000 теңге болса, банкте кредитің 20 000 теңгені алып алады. Ол жерде жүйе бар да. Енді халық ақша беретін кезде соны автомат түрде берудің бір жүйесін ойлаймын енді. Соңғы қиын емес шығар. Қиын ба, дейміз ба? Проблема осыда деп ойлаймын. Жақсы. 42.500 айтып көмектесіп жатырғанын айттық. Бірқатар тізімдерді айтып өттің жалпы. Мына сұрақты қояйын. Қазақстан Республикасы өз халқын толықтай қорғай алатын, өз халқына қамқор бола алатын мемлекет пе, жоқ па? Қорғай алады деп ойлаймын. Жақсы. Айттың, анау шеттен арандатушылар келсе, бүгінгі билікпен жылап көрсетіндей болып қалмайық дедің. Бүгінгі билікке 100% шкаламен қанша пайыз бересің? Онда бөлу керек. Бір тобырға 70%, бір тобырға 80% бөлу керек шығар. Қай тобыр ең төменгі бағын алады сенен? Депутаттар шығар. Ең төменгі бағы. Жақсы. Үкімет ше, министрлер? Олар да енді бір керемет емес, сәл жоғары шығар болса. Жақсы. Жарайды. Осы министрлермен тоқтайық, иә? Ары қарай кеттік. Мына нәрсе мені қызықтырады. Шындық деп айтып жатырмыз. Менің де эфирлерімде комментарий жазады. Нартай тек шындықты айтты, Нартай тек шындықты айтты. Саған да айтылатын сол. Иә. Шындық деген не өзі? Өйткені мынандай нәрсе бар, Жандарбек бауырым. Кейде біздің айтқан шындығымыз бір топқа ұнайды, бір топ бізден ол шындықты естігісі келмейді, басқа шындықты естігісі келеді. Демек, шындық деген әркімнің көңілін табу ма? Әркімнің көңілін табу емес қой, қасиетті Құранда да айтқан ғой. Сөйлесеңдер шынайы сөйлеңдер. Неге жақпай қаламыз өзгелерге? Енді ол адамның амбициясына байланысты шығар. Адамның амбициясына байланысты. Енді ол
шындық айтып біреуге жағыппын деген адамды мен естіген жоқпын жалпы. Шынайы тіке қарап, ақиқатқа тіке қараған адамдар өте енді некен саяқ, енді адамдық жаңағы айтпақшы толық адамның қалыптасқан сәтте болатын шығар. Иә, менің осындай мінім бар, осындай. Біз жай кезде мақалдағанға жақсымыз ғой, нәреке. Дос жылатып айтады, дос дұшпан күлдіріп айтады деген сияқты. Жылатып дос қазір бірдеңе айтсыншы, соның соңынан құйдалап, үстіне арыз жаздырып, бәлесін іздеп кеттіңіз да. Бірақ ондай адамдар некен саяқ қой. Жақсы. Шындық демекші. Мейірбек Сұлтанхан бауырымыз Алматыда Айбек Қалиевпен айтысып отырғанда сөзін былай аяқтады. Кеңсайда жатқан көп қабір шындықтың алған еншісі дейді. Келісесің бе? Кеңсайда қазақтың игі жақсылары жатыр. Барлығы бір шындық айтып болды деп ойлаймын. Енді белгілі бір азаматтарды тұспалдап айтқаны ғой енді. Жалпы шындық айтқан азаматтар мылтықтың дүміне қойыла ма деген мәселе ғой бұл. Қойылады ғой, оған дәлел бар ғой. Қазір ше? Бар ғой. Қазір соның алғы шарттары басталып кеткен сияқты ғой. Өйткені жаңағы өзіміз әңгімеміздің басында талқылап отқан мәселелер сол сияқты. О, жандар, дәл солай отырсаң күшті естіледі. Осылай отыршы. Осылай отыршы. Мәселе мынандай. Мәселе мынандайда, Нарик. Бір адамдар елдің көзіне аяулы көрінеді ғой, шындық айтып, одан бір билік тарапынан қысым болуы да мүмкін да. Бірақ негізгі қысым оның шындық айтып қойғанда емес, осы тірлікті бірге істеп едік қой, сен неге бөлініп бара жатсың дегеннен болуы да мүмкін да. Жақсы. Мәселе сонда. Мен ойлаймын, кейде азаматтар жаңағы былыққа бірге барып, содан бөлініп шығып, енді мен айыптарымды айтамын деген кезде, онда мен де сенің айыптарыңды айтамын деген нәрселер болады. Мәселе кейбір дискуссиялар осындай жағдайда болуы мүмкін да. Ал Фейсбукта, я болмаса басқа жерде біз комментарий, пост оқыған кезде шынымен мынау бір ақиқатты айтып отыр екен деп ойлап қаламыз. Әңгіменің қалай болған, оқиғаның басында олар неше бет деген сияқты әңгімелер бар ғой. Бәлкім сондай байланысты сұрақтар болды ма деп ойлаймын да. Жақсы. Креслоға отырғанда дауысы жақсы естіліп тұр жандар. Шынымен, расымен айтып отыр. Жақын отырғанда анау естілмей қалып жатыр. Кресло демекші айтпақшы, қандай қызмет лайық саған? Мен жалпы қызметті қатырып істейтін адам емеспін. Содан кейін де көп жағдайда айтуға кішкене арыланасың да. Өйткені неге дегенде тәртібі кішкене қолайсыздау ғой енді. Түнгі 3-те біреудің үйіне барып отырасың, таңғы 9-да пойыздан түсіп жатасың деген сияқты. Бір қызметке кіріп алып, қайта-қайта жұмыстан сұрана берсең, ол жұмыстың да алға басуына кедергі болады. Жаңа айтып отыр. Тағы естімей қалып жатсың Жандарбек сен кішкене. Жақсы, әдемі. Айтыстан кеткен жоқсың, айтпақшы бастысы? Жоқ, айтыстан кеткен жоқпын. Соңғы рет алтын домбыраға барып жеңіліп қайттым. Не болып қалды, айтпақшы? Білмеймін, сол бірінші айналымнан ұшып кетті. Жарайды. Ұштымға. Айтысты елге пайдасы бар қандай қызмет үшін тастар едің? Айтысты ма? Егер жаңағындай ұйымдастырушылық жағына барсам, айтыстан біраз уақытқа дейін бас тартуға келісер едім. Өйткені неге десеңіздер, жаңағы мен мысалы қазақ күресінің қазіргі деңгейіне өте сүйсініп қараймын да. Неге? Белгілі бір аш жиындарда бір бұрқ-бұрқ етіп жататын балуандар еді ғой осыдан біраз жылдар. Бірақ өзім есептесем 5 жыл қатарынан күтіп қалмай барып көрген екем, арнайы билет сатып алып. Сонда мен ойлаймын, осындай ұлттық күресті қазір мектеп бағдарламасына енгізіп жатыр екен. Бірінші Атырау облысымен осы Қызылордадан бастамақшы ғой тәртіп бойынша. Осындай бір деңгейге көтеріп, оны жаңа имиджге қалыптастыру, негізгі ұлттық дүниесін жоғалтып алмай, жаңа заманмен үйлестіріп жасап жатыр. Мен осыған қуанамын. Айтысты да сондай бір деңгейге көтергім келеді да. Егер сондай бір жұмыстарға менің бір қарым қабілетім жетіп жатса, айтыстан қатыспай ақ қояйын, ұйымдастырып жүрейін деп бас тартсам болады деп ойлаймын. Бұл ұсынысыңды Жүрсін Ерманға болмаса Ақтоты Райымқұловаға неге айтпайсың? Жүрсін ағамызға мен жоба ретінде ұсынған, арнайы сметасын шығарып ұсынып, Америкада білмеймін қандай жұмыс екенін.
көліктен тайсынды отырғызып қойып бір талдайтын видео сабақтар бар, арнайы бағдарлама бар. Мәселен, 30-ші минутта сіз осылай ұрдыңыз, неге олай ұрдыңыз, неге құлақты тістедіңіз, қазір құлағын тістеген үшін кешірдіңіз ба деген сияқты екеуін отырғызып қойып талдап отыр да. Менің де арманымда, мәселен, неге 98 жылы айтысқан Меліс Қосымбаев пен Мұхамеджан Тазыбекті отырғызып қойып Мырзатай Жолдасбековті әкеп, Мырзатай аға 98 жылы 8 деген бал көтердіңіз, осы сөзді үйренмедіңіз, 8-де қалар бір талдау жасап оны көріп. Енді орыстардың балы болғаннан кейін бағдарлама ғой, енді тамақ жасағанына дейін футболда кім нешінші минутта аяқтан теппеді ма деген дүние бар. Бұрын енді айтыста газеттерге үлкен мүйізі қарағайдай классиктер талдап жазып жататын. Жүрсін ағамыз да өзі үлкен қазақ әдебиетінен жазып жататын. Дүйсенбіде айтқан қиыстырамды қиналды деген сияқты мақалаларды жүрсін жүйрік па, жүйрік па деген мақалалар кәдімгідей елдің арасында сұранысқа ие болып, оның разбор болатын да. Бәлкім осыған бір талдау дүние керек деп ойлаймын. Талдау болса, бірақ бағдарламалардан енді қаншалықты уақыт бере қоятынын білмеймін. Өзі үлкен бір монтажға душар болып. Жақсы. Енді ол жақ ол тарап адам болды дейді. Дәл қазір бар ғой, YouTube-тан асатын дүние жоқ негізі. YouTube-тың мәселе жанкүйерлер ауылда ғой нарай. Көз қарашымен ауылда, YouTube-та ауылдың бәрі көріп отыр деп айта алмаймыз ғой. Интернет ұстап тұрса да оны тұтынып алатын адамдар бар жоқ екенін білді. Міне Қазақстан түгел интернетпен қамтимыз деген жоқ па мемлекет? Енді қамтығаннан кейін іске асыру керек шығар онда ол жоба. Жақсы. Меліс Қосымбаев деп қалды ғой, Меліс ағамыздың айтыстары енді өте керемет негізі. Мына бір сөзі мен ойымда тұрды, осыны үнемі кімнен сұрасам деп жүргем, сенен сұрайыншы, осы талдау дедің ғой ақыры. Мен өзі болашақтан күдіктенем, адамнан адам тумай қала ма деп. Бұл қалай? Енді ұрпақ тәрбиесіне қатысты айтқан шығар. Бұл бір жыныс туралы емес шығар? Мәселен, Меліс ағамыздың осы 10 жыл бұрын айтқан сөздерін қазір көріп түсініп отқан сөздерім бар менің. Мәселен, Игорь Шойбековке айтқан бір мына сөзі бар екен да. Жалғанға келген жарқ етіп, өзіңдей мен де жыршымын дейді. Тиіспе маған інішек, көлдей болар өзіңнің көздей тесік жыртығың дейді да. Енді адамның көздей тесігі көзде болады, енді оны білесіздер өздеріңіз, ол сөзді ұяттығы жоқ. Сен маған тисе берме, ол қазір көлдей тесік болып кетеді дейді да. Айтыста жаттап жүріп, мен мәселе осыны түсінбеп, отырып аңғарсам осындай дүниелер бар екен да. Енді Меліс ағамыздың стилі өзі тура мағынадағы сөзді бұрмалап сөйлеу ғой. Басы жоқ үкіметтің саясатын осылай термеледі деп айтқан кезде, Меліс айтсын деп ақындарды шуақ деді, Алматы шіркіндеткен шуақ деді. Бақымбет домбырасын алғым дейді, бас деді бірдеңені құлақ деді. Басы жоқ үкімет деп айтқан, күлкіге шақырады, бірақ мені кеше мен теледидар қараған Даниялдың басы бар сияқты деді ғой. Басы жоқ үкімет дегенді басқа мағынада айтып тұр, анасы. Бұл жерде Меліс ағамыз адамнан адам тумайды тура мағынада айттыңыз ба, жоқ ауыспалы мағынада айттыңыз ба? Жақсы. Жәке, сен жақын отыршы, болмай деген алыстан. Жақсы. Мына бір нәрсе, жаңа біраз саясатты айтып келдік, айтысқа қазір келеміз ғой енді. Мен Жандарбектегі айтыскер ақын ретінде танығанын қаламай отырмын да. Серік Ақсұңқарұлының мынадай жазбасы бар. Заманауи козел провокаторлар деп аталады. Ішінде мынадай жолдар бар. Заманауи козел провокаторлар бұлар барлық жерде жүр. Дүниені бүлдіре түк болмағандай жүре береді. Бұрын политбюрода жүрген, қазір дүниежүзілік саясаттың тізгінін қолына ұстап отыр. Балалар бақшасынан бастап ұлттық руханиятқа дейін кимелеп кіріп алған дейді. Біздің қазіргі ұлттық руханиятта, саясатта заманауи козел провокаторлар бар ма? Арандатушылар ғой. Шеттен келетіндер емес, ішімізде. Бар. Сен түрде айтылып. Қандай қауіп бар руханиятқа оларда? Біз көп болса жеңіп кетпейміз бе бірден? Көп болғанда үн қаталады деген мәселе ғой нарай. Өйткені адам бірақ адам саны аз болады. Руханиятқа байланысты көп адам шырылдай бермейді ғой, мәселен. Қарапайым халықтан осыны айтып жүрем. Мәселен біз біреу жем қылып, біреу ана ақшаны жеп қойды деген нәрсені проблема қараймыз да. Рухани проблемаларды айтушы адам бұл шындықты айтпай тұрып қараймыз. Неге? Рухани проблема деп қарамаймыз. Балалардың жаңағы екі ауыз сөзін қосып төлей алмайтыны, некелескен адамдардың бір жатып ажырасып кетіп жатқандығы, көп қой енді осындай
проблемалар. Осы мәселелерді көтере бастаса, ана біреудің фамилиясын атап түсін осындай мәселе олар рухани деп ойлаймын. Сондықтан біздің тарапымыз көп, біз оларды жеңеміз деген пікірде қайшы сияқты. Иә, иә. Өте дұрыс айтасыз. Бұл өте ауқымды проблема. Өйткені бізді ана оқушылар айтысына жүруге шақырады кейде. Мектеп заборы құлап қапты, президент қайда қарап отыр деген жас балаларды көрдік. Неге десеңіздер, оған кінәлі жаңағы өзіміз ғой енді, сондай мектепті қалыптастырып берген өзіміз. Айтыскер ақынның негізгі міндеті ол шындық айту деп қабылдайды халық. Айтыскер ақынның міндеті шындық айту емес, негізгі міндет. Ол көп міндеттер. Негізгі міндеті шаппа-шап сол жерде уәждесіп айтысу ғой. Ал бұған не себеп болды десеңіздер, осыдан біраз жылдар бұрын кеңес одағында да проблема айтатын ақындар көп болды. Ерік Ысқақовтың әруағы Ер Сәтбектің ұру керек, қалай еді анау, ермақтай жауыздарды қарғақта қазақ орнынан тұру керек деген сияқты проблемаларды сол заманда әйтеуір айтып жатады. Ау, шығып тұр. Жекпе-жек айтыс деген шықты ғой кейін. Эфирде 2 сағат отырып айтысасыз. Енді 2 сағат бәждесу, оған барлық ақынның қарым-қабілеті жете бермейді. Бір өңір мен бір өңірдің проблемасын айту керек. Сөйтіп ақындардың айтылған әңгімесінің барлығы тікелей эфирден айтыла бастады да. Айбек Қалиев ағам елбасына даңқ айтқанда тікелей эфирден кетті. Балғынбек ағамыздың да елге айтамын, сен де тыңда, бізден басқа бұл сөздің иесі жоқ деген шумақтардың барлығы да тікелей эфирден айтылды. Тікелей эфирден айтыла бергеннен кейін халық осының арқылы ашық айтылу керек екен, бастан аяқ айтыс осылай болу керек екен деген 15-20 минуттық айтысындай деңгей болып қалды. 15-20 минуттың ішінде сіз қыз бен жігіттің, я болмаса бір сатир келген айтыс қойсаңыз, ой, мыналар болмайтын нәрсе айтып кетті, күлкі, анау мынау. Солай қабылдап қалды. Кейін айтыскер ақындарды жаңағы топ болып дайындау пайда болды. 20 ақыннан отырып, тіпті осыны бизнес қылып алған адамдар бар. Өлеңнің әрбір жолын ақшаға сататындар пайда болды деген сияқты. 10 адам, 20 адам бір баланы дайындағаннан кейін оның өзіндік стилі қалыптаспайды ғой. 10 адам, 20 адам дайындағаннан кейін. Осы нәрселер жаңағы сіз айтып отырған проблемалар әкеліп соқты деп ойлаймын. Қатысқан жоқ. Иә. Иә. Бар. Бар. Нені? Мен айтысқа қай жылы? Үлкен айтысқа 2009-да ма, 2008-де келдім. Сол кезде әбден асып кеткен түседі. Ол кезде асқынып, кеп өңірлерде жаңағы жүлде алатын ақынды ертерек деген сияқты дүниелердің барлығы ол кезде асқынып кеткен кез болады. Сондықтан бұл сұрақты бізге дейінгі ақындардан сұрау керек, неден басталды, қалай басталды деп. Иә, анық естіп отырмын. Иә.
Жүрсін ағаның негізгі ниетін білмедім. Неге бұл басында ол кісі наразы болды дегенді естігем. Бұл жобаны қоймай жатыр деген. Бірақ кейін ол кісі өзі қазылықта болды. Мен бірақ неге қазылыққа бардыңыз деп. Бірақ бұл жоба маған кереметтей ұнай қойған жоқ. Өйткені неге ұнамады десеңіздер, өзіңмен бірге әншіні де өзің дайындау керек екенсің да. Бірақ өзің айтысқа шығайын деп тұрған, елдің алдына шығайын деп тұрған, енді ойың оң жақта тұрады. Осынша бір адамды дайындау ол жоқ қой. Ол әрі сіңіре алмады ма ол оны. Бірақ Сара Тоқтамысованы бір май қызметкері тоқтатыпты жолда. Ау. Қосылайық, бірақ уақыт созылып кетпей ма қайтадан? Болды. Ардақты ағайын, Жандарбек бауырымызбен эфирді жалғастырайық. Мінекей, біздің дауысымыз естіліп тұрған шығар деген сіздерге үміттемін. Қанекей, қазір Жандарбек бауырыммен сұхбатты жалғастырып жіберейік. Көрінді ма? Иә, жаңа жұлдыздар айтысына қатысты енді Жүрсін ағамыз айтты ғой, оның алдында енді жаңа суырыпсалмалық туралы айттық. Жүрсін ағамыз айтты жаңа енді. Бұл көшке ілескендер, ілеспегендер қалдыр еді. Содан мен жаңа Сара Тоқтамысова май қызметкері тоқтаттым. Содан айтыпты, мен айтыс көрмейтін, бірақ сізге емес сізге деп айтады дейді да. Негізі ақын деп танытып жоқ ол, қанатты ақын деп танытып. Енді Жүрсін келгенде айтысты белгілі бір аудиторияға істеген шығар деп ойлаймын. Көшке ілеспе деген шоудың сипаты ең алатын ақындар бар, ең алмайтын ақындар бар. Соған байланысты жіктеп айтып. Жақсы. Бір қырына қарай қойсаң телефонды Жандарбек жаңағыдай бір қырына қарай. Мен шаршап қойдым. Ой, өмір ғой, иә, тамаша. Жақсы. Жаңа мына нәрсені сұрайыншы, жарайды. Жандарбек, ол сұрау керек енді. Османхан Әубәкіровтің сіз туралы слух бар деген әңгімесін оқыдың ба? Жоқ. Жақсы. Бұл жерде тақырып маңызды, сен туралы да слух бар қазір. Оны Түркияға барып Дике Арманға арнап айтқан. Неге? Не үшін? Жандарбек бұлға қазақ алақанына салып отқан бала. Не істеп жүрсің ол жақта? Неге бардың? Кім шақырды? Түркияға бірінші бардым себебі анамның көзіне байланысты, сауына байланысты бардым. Көзін емдеп, жасы қазір 60-қа келгеннен кейін кішкене көз деген сияқты проблемалар болып, анамызды алып бардым. Түркияға барудағы мәселем сол. Екінші мәселе, өзі адам шетелге шыққандар жақсы біледі. Мен бір қазақ көрсе деп қойған барғым келеді ғой, жолығып жүрген. Шетелге біледі. Сол ортаға баруыма қазақтардың жиналуы себеп болды да. Өйткені оған дейін де біз бірнеше отырыстарда болдық. Оған дейін шетелде жүрген, кәсіп жасап жүрген, я болмаса қазақтармен де отырдық. Ондай видеолар шықпайды ғой, ондай видеолар шықпайды. Мен бірақ видеом шықты, ана Түркиядағы бір қазақ отбасында арнау айтып отырған. Ол осыдан біраз уақыт бұрын барған. Ол жерде арнау айтқан болады. Арнау деген Арман Жұмагелдин тарапына емес, егер мұқият тыңдасаңыздар, ол жерде айтыстан үзінді айтылып жатыр. Айтысынан үзінді айтылып жатыр. Наргенже әпкеміз терме айтып жатыр. Мына азамат осындай екен, мына азамат осындай деген сияқты арнау ол жерде айтылған. Демек ол қауесет. Қауесет, иә. Айтылған жағдайда да мәселе арнауды қай жерде айтпай жүр? Арнауды қай жерде айтпай жүр? Мысалы, бізде айтыскер ақындар той басқарады, көбі той басқарады ғой енді. Айтыста өзің сынап жүрген шенеуніктер той жасаса, соның тойына да барасың ба? Мынау депутаттың тойы, айтыста бұны сынап жүрмін ғой, мен бұның $2000 алмай ақын деп көрген жоқ. Бұл ақындардың арсыздығы ма? Бұл жалпы өнер адамдарына, жалпы ақшаға келген кездегі адамның психологиясына қатысты деп ойлаймын да. Неге енді сен айтыста айтқан проблемаң сол жерде тұрып арнаумен айтпайсың? Ол пәленшеде ағамыз осындай әулетім.
кезінде сенің атаулаңды қырған шығар, бармаймыз да біз. Осындай мәселе бар ғой. Енді сол сынап жатқан басқа бір ақындар болсын, әрбір тойда жүр ғой. Берген әрбір тойда жүр, арнауды барлық жерде айтып жатыр, ән айтып жатыр. Ешкім ешкімнің қызметіне қарап жатқан жоқ, ешкім ешкімнің дүниесіне қарап жатқан жоқ, менен қарап жатқан жоқ. Оны күн көріс ретінде қарап барып жатыр да. Ал мен ол жерде қонақ болып тұрдым. Біз жалпы тойға қонақ болып барсақ та асықпалардан шығарып тастайды ғой халық. Айтсайтыңдаршы, көп отырып мен. Жақсы. Сәл жақын отыршы, Жандарбек, жақын отыршы. Сен сонша естігің келген. Жақсы. Мына тағы бір сіз туралы слух бар. Бүгін комментарийге жазылды. Былай деді, қазір айтайын. Жандарбекті қоя қойшы, ол Димаш туралы айтып хайып жинағысы келді. Димаштан садаға кеткір дейді. Не айтып жүрсің? Бұл жерде сөздің farқын түсінбейтін адамдар жазды деп ойлаймын ол пікірді. Соны айтшы, түсіндірейікші. Рух жаңғырығы деген айтыс болған Астанада. Сол Қытай мен жер мәселесі болды. Сол кезде мен айтқан болдым. Біз осы бұрын Қытайлардан сақтанатын халық едік қой бұрын. Неге? Өйткені Оспан, Зұлхабатовтардың қалып кетті деп қарайтынбыз. Қазір біз мынау Димашқа бір дүние берген үшін Қытайларды Джеки Чан келген кезде қазақ қыздары әлсіздеп кеткені қалай болды? Осылай біз бауырласып жерімізді емін-еркін беріп қоймаймыз деген мәселені көтеріп, сен Димашты әнші емессің. Бұл жерде Димашқа қатысты әңгіме емес. Қазақтың жеріне қатысты, оның жерлеріңнен айырылып шыңғырып отырмаңдар деп айтты. Ертең туыстарың әттең жерім-ай, жер-ай. Бір секунд күшті әңгіме болып жатыр. Телефон сәл жылжытшы, Жандарбек не болып кетті. Былай қарай. Былай ма былай? Былай. 1-2-3-4. Былай қарай. Наоборот, керісінше. Кесілді ма? Иә. Бұл кезде айтқан болатым. Осы Қытайға қарсы біздің егілген денемізде бір вакцинамыз бар еді. Біз осы қатты жақсы көріп кетпейікші осыларды. Ол шумақ YouTube'да бар. Ал Димаш емес. Димаштың талантына қатысты бірі әңгіме жоқ. Барым мемлекет сол Димаш бауырым өзге тұқтап әннен шашу шашты. Мен енді өнерді үйтіп тілектес, ниеттес болып жүрген бауырымның өнеріне тіл отырыс қойып үйтіп айтпен. Сөз немесе сөзді бұрғысы келген адам сөзі шығар. Жақсы. Енді мынадай сұрақ. Өнер адамы деген әнді білесің ғой, Есенқұл ағамыз жазған, марқұм. Тұңғышбай ағамыз орындайды, сонда былай дейді ғой. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ әнеміне бақ қонардай боп тұрады. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ дейді. Жаңағы сөздеріңе қарасам, қазақ әлі өнер адамдарын түсіне алмай жүр ме? Енді сол адамдар көп естіген күйінде кетеді, күйінде кетеді ғой. Айтпетті, айтыспай келген халық біреудің сөзінен бәле іздеп келейін деп кетті. Ертең осыны садаға кеткір деп жазайын деп келмейді. Келген халық өзі сол айтыстың бір кешелігі кез келген спортта бір дүниеде адамдар бір тарапқа ғана бокста болса нақты біреу, футбол болса нақты бір командаға жанкүйер болсын. Айтыстағы халықтың дархандығы ол қазақтың кеңпейілді. Ғана саған қол соғып қалып, Құдай-ай, мынаның аузынан тез сөз шықса екен деп анаған бола уайымдап кетеді да, екі жақтың жанкүйері дархандығы деп ойлаймын. Сондықтан айтысқа келген адам біреуден бәле іздеп келмейді ешқашан. Осы сөзді бұрмалайды, немесе мына хайбіз деген сары басылымдардың бір қысқа бір қойған дүние ғана осындай проблемалар туындайтын шығар. Жақсы түсіндім. Енді мына сауал. Бағана ағаларға баға бердік қой, Жандарбек. Иә. Жүрсін ағамызбен сұхбаттасқан кезде мен сұрап едім, аға, осы сіздің буын қандай буын деп. Сол кезде ол кісі былай деді. Нартай, менің замандастарым базардан қайтып келе жатқан замандастар. Цитата. Көп нәрсеге селқос қарайды, салғырт қарайды, өмірден алатын үлестерін ала алмай қалған. Жоғалған буын деген бар ғой, біз сол жоғалған буынға жатамыз дейді. Ал екеуміздің буынымыз қандай, бізге айтылатын сын бар ма? Ана Есенел үлкен ағамызға КВН-нің жақтарына сын айтып жатса, Есен ағамыз айтады,
қазір бізге сын айтып жүрген адамдарға оның алдындағы буын сын айтып жүрген дейді да. Ешқашан адам замандастарына я болмаса өзінен кейін келе жатқан адамдарға өз көңіл толтыра бермейді ғой. Енді біздің қандай қателік жіберіп жүр? Жалпылама баға беруден аулақ болайық Шынареке. Осы жалпылама деген дүние құрды. Енді мешіттің ішіне кірсең, көзің сүйсінетін жастар да бар. Басқа жаққа кетіп қалған жастарды көріп қарның ашады деген сияқты. Барлығы бір жерде көл, бір жерде сүт ғой. Сондықтан тек қана барлығы болған осылай болып жатыр деп жалпылама пікір айтудан аулақпын. Қате жіберіп жатыр. Осы біздің жаңағы руханиларға келгенде өте өрескел қателіктер бар деп ойлаймын. Өйткені неге десеңіздер, ана 2016 жылы мына мектеп қыздардың дау-дамайына қатысты ғой. Сол кезде бізді айтыскер ақындарды осы студенттермен, оқушылармен біраз жоғары оқу орындары, мектептер. Сол кезде жастардың әбден өзіміздің замандастардың рухани әңгіменің екенін ұмытып қалғанда. Өйткені неге? Өзінің тұрмысында қолданбайтын заттар көп. Оған дәлел. Біздің жоғалында да сол нәрсе. Аттың әбзелін шығарып қойшы, қайсы қырқан, қайсы өмілдіріп, қайсы ешкім жіктеп айтып бере алмайды. Тұрмыс кетіп қалғаннан кейін оның сөзінде болмағаннан кейін оның күнделікті сөйтіп бір рухани жұтаң күйде жүрген деп ойлаймын да. Мысалы, мынау қазір ең керек деген мамандық саласы болсын, экономика болсын, маркетинг, маркетолог, қай-қайсы болсын, мұхитасы оқып келіп жатқан адамдар да. Сен сол сөздеріңді аудиторияға айтып берші, бізде үйренген қазақтың қара сирақ балалары білсін десең, екі сөздің басын құрап, қазаққа ең керекті көпшіліктің алдында бір сөздің сақталуында, сөзді қалай сақталуы білмейді, рухани жұтаңдығы байқалады да. Мен ойлаймын, тарапқа шығып жатқан тұсы осында. Болашақта енді қазір білімдегі болашақта енді әсерлі түрде көрінеді. Жақсы. Халыққа не айтасың, Жандарбек? Халыққа не айтамын мен? Қасиетті Рамазан айы, Рамазанда дұға тілектен басқа айтатын не жоқ. Осылайда өзімізді түзетіп айналыссақ, сөзімнің басында айттым. Бұрын Нареке осы айтыссақ, болмаса белгілі бір ортаға шыққан кезде басты жоқ Нұркезет жазған мақалалардың барлығын өлең қылып айттық қой енді. Бірақ бүгін 29-ға келіппін. Алланың қалауымен. Қарасам, өзіңнің бойыңда бар мінің, немесе туыстарыңның бойында бар мінді жүзіп қоғамды сынау, әлеуметтік сынау деген әділетсіз болады деп ойлаймын. Өзімді қазір жүрегімде жоқ нәрсені айтудан тыйып жүрген адам. Егер қандай мәселеден консультант сахнада немесе барынша алып отырсың, менің бойымда бар деген сөз да. Азаматтық позициям осылай. Өзімде ол қойып жатқан нәрсені сынағаны бір екі жүзділік деп ойлаймын мен. Жақсы. Қай тұсың оқытысып жатыр? Жаңағы туыстық қарым-қатынасқа келген кезде біз мысалы көп жағдайда туыстардың көңілін сұрай бермейсің. Осы мәселені мысалы біреуге насихат қылып айта алмайсың. Немесе өзіңнің де туыстарыңның арасында кішігірім қызметте отырған адамдар бар ғой. Бірақ оны ол жерде тереңдеп әйтеуір көп мемлекет көбейтті. Ол Жандарбек уақыттың ол әйтеуір Жандарбектің басқа біреудің таныстығымен кірген енді шығып алып қазір таныстықпен жұмысқа беретін көп деп айтып барып жүрміз мәселе. Жақсы. Жандарбек бұл уақыттың атымен неше адам жұмысқа кірді? Көп емес. Сан айтшы. Шамамен. Бір-екеу бар шығар. Мәселен, бұл жерде менің туысыма да мүлде қатысы жоқ адамдар да бар. Мен бір оқиғаны берейін. Тоқтар Әубәкіров ағамыздың үйіне оқымаңызды білмеймін. Бір келді маған. Досыңмен барғанда. Көлігін береді. Иә. Көлігін береді. Мен ол Тоқтар Әубәкіровтың алдына баруым үшін сонда бір өмір көрмеген ол кісіні. Кездесулерде болмаса, қандас болмаған бүйрегін сатам келіп, ол кісі айтты, Тоқтар Әубәкіровке барайық, сен айтыскер ақын барайық деді да.
осындай сыйлыққа тірелген кезде біреудің алдына баруға тура келеді. Мына кісі маман екен, құрбан болып тұр екен, бүйрегін енді саудаға салайын деп тұр екен, бір ауыз үн қатыңызшы, мен осындай ақын едім деп барасың. Сол Жақсы. кезде абырой. Билікке не айтасың? Билікке не айтқанда халыққа не айтсаң, билікке не айтқанда, өйткені билік пен халықтың арасынан бөлінгенмейді. Өйткені отырған адамдар бәрі біздің арамыздан шыққан адамдар ғой енді. Біздің арамыздан шыққан адамдар осы позициядамыз. Біреу сырттан әкелген жоқ. Билік басында сол өзіңнің өңіріңнен, өзіңнің аймағыңнан шыққан азаматтар, сондықтан халыққа не айтсам, билікке де соны айтамын. Жақсы. Ел аман жүк болсын. Рамазанда бастысы осы өзімізді түзетумен айналысайық. Жақсы. Бауырым, ұнады ма сұхбат? Әдемі. Сергіп қалдым. Мына интернеттің ақаулығы болмаса, Ештеңе етпейді. карантинде тұрған адамдармен әңгімелесіп шаршап кетесің ғой. Айтатын әңгіме тауып. Жақсы. Жақсы. Ендеше саған үлкен рахмет. Бұйырса YouTube каналыма саламыз, видеоны сол жерден көреміз. Сілтемесін жіберемін. Жақсы. Сәттілік. Рахмет, Нарик. Жақсы.